Қайырлы кеш баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен өте пайдалы және де витаминдерге толы бай болған осындай керемет салаттың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Сіздерге бұл рецепті описанияға жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге отбасыларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Алдымен туралған капустамызды салонға етіп турап аламыз. Үстіне кішкене мөлшерде тұз салып, мыжып бір шетке қоя тұрамыз. Көп тұз салмаймыз. Кішкене су шығып, өзі езіліп тұра береді, тұзы капустаға сіңіп. Енді бір үлкен қызылшамызды, піскен қызылшамызды қайнатып алған алдын ала оны кубиктап етіп турап аламыз. Егер сіздерде қызылшаңыз кішілеу болса, екеу салсаңыздар болады. Кубик етіп турап аламыз. Бізде бұл қаны аздар болса, арамызда сол кісілер міндетті түрде дайындап көріп жеңіздер. Өте пайдалы, витаминдерге толы және де гемоглобиніңіз төмен болса, міндетті түрде көтеретін болады. Барлығын осылай кубик етіп турап аламыз. Енді қазір салынатын ішіне тұзы, уксус, жаңағы салынатын ішіндегі заттарын осы қызылшаның өзіне және де майды құйып араластырып аламыз жеке. Бірінші очередте ішіне 3 столовый ложка сұйық май, қара бұрыш және де қызыл бұрыш. Өте әдемі, күшті, керемет салат болады. Қызыл бұрышты көптеу салсаңыздар да болады, қатты ашығып жемдесеңіздер. Алдын ала араластырып аламыз. Майды не үшін алдын ала араластырып қойдық? Қазір заттардың ішіне салған кезде қатты қызылы өтіп кетпеу үшін. Бұрыштық үлкен сабзімізді алдын ала қайнатып пісіріп аламыз. Оны да тура жаңағындай майдалау етіп кубик етіп турап аласыздар. Егер үлкен кубик етіп турасаңыздар, салаттарыңыз онша әдемі болмай қалады. Барлығын бірдей турасаңыздар, салаттарыңыз приятный, аппетитный болып шығады. Және де енді 2-3 штук осындай свежий огурцы салып жатырмын мен. Соленый огурцы салсаңыздар да өте керемет болып шығады. Тұздалған бәдірең. Барлығына кубик етіп турап аламыз бірдей етіп. Енді бұл жерде менде 3 штук қайнатылған жұмыртқа, сарысын салмаймыз. Ұнатсаңыздар, салсаңыздар да болады. Егер жұмыртқаларыңыз үлкен болса, 2 штук та жетеді. Зелень саламыз. Жаңағы тұзға араластырып қойған капустамызды суынан сығып алып саламыз. Зелень бұл жерде менде кашнич. Укроп салсаңыздар да болады. Өте пайдалы, керемет салат болады. Енді үстіне салынатын заттарымыз. Тұз саламыз. Жаңа тұзды капустамен қызылшаға салғандықтан тұзды қатты көбейтіп салмаңыздар, және де 1 чайный ложка уксус саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. 2-3 сағатқа холодильникке қойсаңыздар да болады, немесе қоймастан сразу жіберсеңіздер болады. Өздеріңіз қалағандай етіп, тәрелкелеріңізде әсемдеп, сәндеп салып аласыздар. Біздің осымен керемет пайдалы, витаминге толы салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Өте дәмді әрі пайдалы, осындай күшті болып шығатын салат рецепті. Сіздерге видео рецепт ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген рецептілермен бөлісетін боламын, Құдай қаласа. Оңай, жеңіл және де тәттілердің рецептімен бөлісемін. Парақшамда тағы